Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге спагеттиден жасалатын оңай жолын әрі дәмді болып шығатын рецептін бөліскім келіп отыр. Алдымен қыздырып аламыз табамызды. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жуылған, туралған етімізді саламыз. Етіміздің суы өзінің сөл бөлінеді қуырылып жатқанда, сол суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Одан кейін пиязымызды дайындап жатырмын. Мен барлық етті де, пиязымызды да, сәбізімізде салатын қоспалардың барлығын кубиктап турадым. Сіздер кубиктап турасаңыздар да болады, ұзынша таяқша ретінде турасаңыздар болады, ол өз еріктеріңіз. Мінекей еттің суы тартылғаннан кейін пиязымызды салып, араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Бірнеше минут өткеннен кейін, 2 минуттай өткеннен кейін пиязымыз сарғая бастағанда сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, 5 минут, 7 минут арасында қоямыз. Араластырып болғаннан кейін томатымызды саламыз, бір қасық. Жақсылап араластырып, 1-2 минуттай қақпағын жауып, бір-екі минут уақыт өткеннен кейін 600-700 граммдай ыстық суымызды құямыз. Қайнаған су құйыңыздар, ыстық. Енді кішкене етіміз піскеннен кейін, арада 30 минут өтті. 30 минутта етіміз пісіңкіргенде картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Және мен лавровый лист салдым. Ол өз еріктеріңіз. Дәміне қарай жақсы көрсеңіздер салыңыздар. Одан кейін 5 минут пісіріп алғаннан кейін спагеттимізді осылай бөліп саламыз. 2-ге, 3-ге бөліп саламыз. Қақпағын жауып, 1-2 минут жауып қойып, одан кейін тағы бір араластырып, қақпағын 10-15 минутқа ашпай жауып қоямыз. Өзі пісіп, жібігенше. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Қазір кішкене сулы болып тұр, 1-2 минутта өзі суы тартып алады. Ас болсын, өте оңай жасалады, әрі тез піседі. Жасап көріңіздер. Дәмді болып шықты. Үстіне укроп немесе көк пияз, өз еріктеріңіз қалағандарыңызша қосып жесеңіздер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Құрманқожа Алтынай Ақылқызы.